Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен үй жағдайында осындай донер жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Барлық тағамдарды үй жағдайында өз қолымызбен жасап, жақындарымызды қуантқанға не жетсін. Жұмысымды ең алдымен мен картошка фриді қуырудан бастаймын. Бұл үшін ыдысымызды отқа қойып, астына отымызды жағып, сұйық майымызды құямыз, майымызды қатты қыздырамыз. Бізге керекті заттардың барлығын мен описание бөліміне жазып қалдырамын. Ең алдымен мен картошкамызды жуып, турап, қағаз сүлгінің үстіне кептіріп қойдым. Енді қызып тұрған майымыздың үстіне аз-аздан картошкамызды сала отырып, шетінен қуырып аламыз. Қуырылған картоптарды да мен қағаз сүлгінің үстіне қойып алдым. Қағаз сүлгі артық майдың барлығын өзіне сіңіріп алады. Енді біз соусымызды дайындауға кірісеміз. Ол үшін біз майонезбен кетчупымызды араластырамыз. Үстіне бір бас сарымсағымызды үккіштен өткізіп қосамыз. Сонымен біздің соусымыз дайын болады. Бір шетке алып қоямыз. Ендігі кезекте мен тауықтың етін тезірек пісу үшін ұсақтап турап алдым. Содан кейін бір қасық паприкамызды қосамыз, дәмдеуіштерімізді қосып, барлығын араластырамыз. Мен шашлыққа арналған дәмдеуіштерді қостым. Енді ыдысымызды отқа қойып, үстіне сұйық майымызды құямыз, тауығымыздың етін жақсылап қуырып аламыз. Бетін жауып қуырсаңыздар, тауықтың етінің суы шығып, тез пісетін болады. Егер сіз менің каналыма тіркелмесеңіз, тіркеліп қойыңыз, жандағы қоңырауша белгішесін басып қойыңыз. Енді мен донердің ішіне қосатын қияр помидорымызды да ұсақтап турап алдым. Видеоға түспей қалған екен. Тауық еті пісіп болғаннан кейін лавашымызды алып, барлығын орауға кірісеміз. Лаваш жасаудың видеосы менің каналымда бар, ссылкасын описание бөліміне жазып қалдырдым. Лавашымызға ең алдымен соусымызды жағып аламыз, содан кейін шетінен барлығын аз-аздан қосып шығамыз. Енді осылай барлық лаваштарымызды орап шығамыз. Лаваштарымызды орап біткеннен кейін құрғақ табаға екі жағын қызарта отырып, қуырып аламыз. Міне осылай біз донерімізді үй жағдайында жасап шықтық. Үйде жасаған тағамдар әрқашан берекелі және дәмді болып шығатынын ұмытпаңыздар. Егер видео сіздерге ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Тағамдар каналы.